Так, барлығы болған сияқты, енді мен шыға берсем болатын сияқты. Так, маскамды алдым, коробка барлығын алдым. Енді далаға шығып бір таза ауа жұтып жұмыстарын бітіріп қайтсам болатын сияқты. Все, мен далаға қарай шыға берейін. Так, бірінші амандаспен. Так, барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Тигрей Хонор, менің анама қош келдіңіздер достар. Жағдайларыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Көптен бері видео шықпай кетті, сондықтан ренжімеңіздер достар. Короче, бүгін мен әдеттегідей ауылдамын. Көп күн болды ауылға келмегелі достар. Бүгін ғана келіптімін. Енді салаға шығып бір ауа жұтып, дұрыстап қайту керек еді. Так, не отыр мен? Ойбай. Мынау не бәрі? Так, түсінбедім. Чөзі? Не? Достар, көріп тұстар ма достар? Мұнандай үйді сіздер көргенсіздер ме? Достар, қараңыздар. Ема, достар, қараңыздар. Мұнау, ойбай достар, мынау өте кішкентай ғой достар, қараңыздар. Өте. Как раз келді ғой. Қазір мен сенің ауылдағы жителдердің бәрін өлтіріп шығамын, Хонри. Өйткені сен подписчиктерің арнаға тіркелмейді екен, лайк баспайды екен, комментарияға өте керемет сөздерін жазбайды екен. Сондықтан мен сендердің жителдеріңді өлтіріп тастаймын. Достар, давайте тезірек арнаға тіркеліп, лайк басып, қасына шыққан қоңырау басып, және де комментарияға өте керемет сөздеріңізді жазып кетіңіздер. Өйткені мына жақта Херобрин бүкіл жителдермен бірге бізді ұстап алған болатын. Егер сіздер комментарияға әдемі сөздеріңізбен лайктарыңызды баспай, арнаға тіркелмесеңіздер, бұл Херобрин өлтіріп тастайын деп тұр достар. Өтініш, тезірек лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер достар, тезірек. Иә, әйтпесе мен оларды өлтіріп тастаймын, давай. Кішкентай үйді мен бір рет көріппін достар, өте қысылып қалған мына ішінде не сет соншама достар, дым сыймайды ғой мына үй. Вообще-то кеше мына үй деген вообще дәу сияқты еді ғой достар, дым түсінбедім. Кеше ғана мына үй дәу сияқты болып тұрды, қазір қарасам вообще дым түсініксіз достар. Не отыр мына деген? Мә достар, мына іші бір-ақ блоктан ғой достар, қараңыздар, жанынан бір-ақ блок. Бір блок мына үйді кім сияқты вообще? Ой, күлмек қойын тағы біреу. Нақты адам, о, житель, но сенің ба? Мә, мынандай үйді қалай тұрып жатсың сен? Соны айтатын маған да қиын болып кетті. Кеше ғана өйстіп қысқартпастадым өйстіп үйімді. Мә, қуады екенсің, не үшін қысқарттың сен негізі бұны? Әдемі дәу үйің бар еді ғой негізі. Бұл 2-3 есе үлкен үй еді ғой негізі, бұл 2-3 есе еді ғой, не үшін 2-3 есе үлкен үй еді ғой деген ма, короче, не үшін кішійтіп тастадың бұны вообще? Оның себептері бар, себептерін айтайын ба? Айта бер, не болыпты, айта берсей? Негізі мен деген осы жердің арендасы төлеу үшін көп ақша келіп жатыр. Сондықтан мен осы жердің арендасы көп болмас үшін мен осы жерді сәл қысқарттым. Вообще менде қысқартып тастадым. Енді өзіме де қиын болып жатыр. Үйдің ішінде там осы қысылып ауа жетпей тұру да қиын болып жатыр. Енді білмеймін, бір амал табу керек сияқты маған ше. Ма солайды, мыналар сыймай қалды ма сонда, үйіңе сыймай қалған заттар ма? Бұлар деген сыймай қалды, менің үйіме деген кровать қана сет, басқа ештеңе сыймайды. Мен дым түспей жатырмын ғой. Қанешті дым түсінбейсің, мынандай бір блокта үйсі қалай тұрмақсың вообще? Ма достар, күлкім келіп жатыр, жай күлмей-ақ қойын, тағы ренжіп қалып жүрсің. Күле бермеші, шынымен нервті шығарып жүрді ғой өзім, бір проблема бітпей жатқан кезде. Жарайды, болды. Үйіңді сәл қарап көрсем болатын жар, қарап көремеш, қалағанша бар ғой. Болды достар, көріп тұрғандыңызды достар, қазір мен ішіне кіретін боламын. Қазір сіздер болсаңыздар арнаға тіркеліп, лайкты пытырлатып басып кетсеңдер болды достар. Короче, кеттік достар, ішіне қазір кіреміз. Так, қараңыздар, бір-ақ блок нерге бір кровать сет, мына 2 блокқа. Басқа ештеңе сыймайды достар, көріп тұрғандыңыздай, нәрді тереземен анау-мынау тудым-судым, короче достар. Мына жерге дым сыймайды, короче, нәрді қалай тұрмақшы житель? Житель, сен мына жерде қалай тұрмақшысың? Дым түсінбей жатырмын бар ғой? Өзім де білмей жатырмын, насырайда түсіп кеткені. Мен деген осы арендаға 10-нан аса изумруттан көп беретін, енді бұл азаятын шығар енді осы жерді азайтқан соң. Мен 10-нан аса изумрут дейсің ба? Мен 2-3 изумрут берем ғой, мен аренданы бір айдың өзіне, осы өзім жеріне 2-3 изумрут берем, сен болсаң 10 изумруттан аса береді екенсің ғой. Базар жоқ, не үшін бұлай істеді десем, енді түсіндім ғой мен деген. Енді саған бұл үйде тұру керек, назаттар сидырамай етсін мен енді? Сол сидырамай жатырмын ғой енді, сол проблема болып отыр. Солайды онда мен кіріп шығайын, мен саған көмектесейін онда, бірдеңе қылып сидыруға бола ма, қазір қарап көрейік. Сыймайды, мына жаққа кровать қана сыяды. Маған біреу келіп тұрған сияқты негізі бар достар.
мынаны алып, мыналарды алып, сәл бірдеңе қылып сыйдыруға болады сияқты. Житель, давай маған бір инструменттер берсең, қазір сыйдырып көрейін, енді бір көмегім тисін саған. Сен дұрыс істей алмайсың бәрі, бір блокқа қалай сыйдырмақшы сен өзі? Инструмент бар ма өзі айтшы бол. Солай жоқ па да сенде жоқ па? Менде болу керек енді, білмеймін, сен сұраған бол. Мә достар, мен деген дауысымды өзгертіп болып кеттім ғой достар. Мә достар, қайтадан сәлемдесіп жібере салайын достар. Так, барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыздар? Сәлеметсіздер? Хонри достар. Достар, короче, мен досым дауысым кішірейіп бірдеңе болып дұрыстап настройкасын жөндеуді ұмытып кеттім. Сондықтан ренжімеңіздер, мен дауысым шиқылдап қапты, сондықтан ренжімеңіздер достар. Қазір мен ары қарай видеоны жалғастыра беретін боламын достар. Өзімнің даусым естіген шығарсыз. Короче, мен ойламаппын бұлай болады деп, енді бұл техникалық ақаулар деп айтсақ, қателеспейміз. Иә достар, короче, все болды достар. Короче, мен қазір инструменттерімді алып, мына үйді сәл кеңейтуге тырысатын боламын достар. Қазір мен деген, так, мыналар керек болатын сияқты мағанша, кирка, мыналарды пока что мына жерге қоя тұрайын, маскамды алайын. Мыналарды керек болып қалар, мүмкін керек болып қалар, ала салайық достар. Қазір мен бұл үйді жақсылап тұрып бір кең қылмасам бар ғой достар, қазір әдемілеп дұрыстап істейтін боламыз достар. Барынша тырысам, мен сіздер болсаңыздар арнаға тіркеліп кетіңіздер достар. Міндетті түрде қызыл кнопка тұрады, подписаться деген қызыл кнопка тұрады достар. Анау қызыл кнопка тұрады, соны басып сұрғылып жібере салсаңыздар, өте керемет болушы еді достар. Жанынан қоңырау шығады, сол қоңыраушыны да басып кетсеңіздер өте керемет болушы еді достар. Сондықтан арнаға тіркеліп қойыңыздар достар. Қазір мен арғы видеоны жалғастыра берейін. Короче достар, все болды достар. Қазір мен ішін дұрыстап кеңейтуге тырысатын боламын достар. Так, все, мен даусым нәлмен шығып тұрған шығар енді достар. Мен басқа қазір тексерген жоқпын, тағыз бар ғой. Жарайды, допустим. Так, мынаны кесеміз сосын. Так, мынау кессек не болады? Допустим болады екен онан кессеге. Так, мынаны кессек іштен. Достар, мыналарды кесе берейік достар. Мынаяқтан кіршасы әлі шықпайды екен. Все достар, мінекей достар, кәдімгідей нормально кең болайын деп тұрған кәдімгідей достар, Все достар, мінекей үстіп қазір бір қалыпқа келтіретін боламыз. Так, бізге қазір житель қазір күтеді, қазір барлығын сыйдырып берем, уайымдама, коробка бүкілін сыйдырамыз, уайымдама қоймақ ма? Жарайды, болды, саған сенемін, Хонри, сені басқа енді менің үмітім жоқ, давай, істей бер. Болды онда, давай. Так, мен негізі далаға огородты бітірем деп шығып бар ғой деген, бірақ, допустим, кейінірек бітіре салармын бар ғой. Житель, сен ана огородтарды қоя берші, сен тағы да жұмысқа салып бірдеңе қылмай қояйын. Так, достар, короче, так. Қалай істесек болады? Так, адамның бойы мына екі блокпен бірдей. Так, мына жақтан бұлай қылсақ, мына жақтан бір блок, ана жақтан тағы бір блок. Так, бұлай. Мына жерге қойсақ болады негізі достар. Мына жерге де қойсақ болады. Допустим, достар, мына жерге қоя берейік, опа, үстіп қоятын боламыз. Так, енді мына жерге лестница қоямыз, достар. Сосын бұлай төбеге дейін апарамыз. Достар, екінші этаж істеп салдық қой нерге, достар. Кәдімгідей сайындап тұр ғой барлығы. Так, житель, сен кроватың қақта, кроватың неқта ма? Қазір бер жіберсем, іште қой жіберейін да сразу. Болды, мә, сондық ішіне сап қоям. Болды. Так, все, сондықтан ала берейін, сондықта тұрған шығарды, Все, болды. Мінекей тұр екен, кроватьті алайық, сондық, пұндық, наның бәрін сразу сындырып алып кеткен, достар. Так, опа, коробкалар, бүкілін қазір сыйдырып берем, уайымдама, без проблем қазір бүкілін сыйдырып берем. Все, қазір күтеді тұр. Так, достар, давайте аямай лайк басып. Так, кроватьті мына жерге қоямыз. Әдемі сеп кетті де, достар, Так, енді енді төбеге көтерілік екінші этажға достар, екінші этажға сундук бүкілін қоятын боламыз. Так, мына жаққа сиям екен сундуктар, бірақ ашылмай қалуы мүмкін достар, бірақ мына жаққа пештер қою керек еді негізі, бірақ пешті былай қойсақ. Так, достар, қалай қойсақ болады? Маған что-то вариант жетпей жатыр достар. Ашылады екен ғой достар. Мінекей достар, мінекей төбеге қойдым, ашылып тұр достар. Өте керемет сыйдырып жіберген сияқтымын ғой достар, қараңыздар. Так, мына жерге қоямыз, ал коробканы мына жерге бүйтіп қоямыз достар. Все болды. Мына жерге тағы біреуін қоямыз. Мына бір коробка өзімнің коробкам, достар, все болды. Так, кәдімгідей сыйдырып жібере салдым ғой достар, көріп тұрсыздар ма? Достар, все барлығы сыйды. Енді так, не қалды? Бәрін сыйдырып тастадым ба? Достар, все болды, бүкілін бітірдік. Жителге бүкілін айтайық қазір. Так, мыналарды мына жаққа қоя салайын, қазір мешайт етіп жүр, мына жителдің заттарды. Мына кітап, оның кітаптары, мен оны сындырып тастадым, өкінішке орай, бірақ сондыққа сап қойдым, достар. Все, сондыққа сап қойдым, болды. Енді житель осы жерде жатып тұрып, бірақ мына жерде тыныс алу өте қиын екен, достар. Давай сен мына жерден бір терезесін шағып қойық, терезесін шағып, сол кезде бір ауа кіріп тұрады, достар. Болады, осы болып қалатын сияқты,
үш жерден ауа жұтып бірдеңе қылып, короче, екінші этажға көргіңіз келсе, осы жақтан тұрып, короче, все бәрі әдемі четкий болып тұр. Короче, житель, міне пол сөйтіп тұстан үйіңе сөйтіп тастады, екінші этажын жасап қойдым, көрдің бе? Да, ну екінші этаж жапсың бәне. Да, ну сен қандай адамсың, все, от души, Хондри. Болды, рахмет дегенде бір 30 изумруд қой, 30 изумруд, давай ойнап айтам. Мен сөйтіп айтпайсың, түсінбей қалдым. Ойнап айтам, мен ондай адам емеспін ғой, білесің ғой. Короче, жүрік, если көргің келсе, міне үйің бәрі дайын. Болды, мен яқта бір жұмыстарым бар еді, соны бітірейін, сосын барып қарап көрем ғой. Все, болды. Короче, достар, үйді көргендеріңізде кәдімгідей кеңейтіп тастадық. Көргендеріңізде достар, давайте достар, арнаға тіркеліп, аямай тіркеліп тастаңыздар, сіздер болсаңыздар. Аямай тіркеліп тастаңыздар. Ал мен, короче, мына жақта огородтағы жұмыстарын бітіруім керек еді, достар. Маскамды кімеппін, достар, қазір тағы да тексеріп қалса, тағы штраф салып жүреді, достар. Мен матиган бақта менің достар, өзі. Мә, жарайды. Допустим, достар, давайте арнаға тіркеліп кетіңіздер. Тезірек мен яқты қолмен-ақ теріп шыға саламын, достар. Қолмен-ақ теріп, бүкілін фак тезірек деп тастай саламын, білесіздер ғой, мен профессионал екенімді. Так, өйстіп теріп шығамын, достар. Давайте ендігі видео қандай видео болсын, достар, комментарияға жазып кетсеңдер, мен сіздердің комментарияларыңызды міндетті түрде оқимын, достар. Және достар, өз аттарыңыз комментарияға жазып кетсеңдер, мен келесі видеода мен подписчиктер тақтасын істеп қалатын шығармын, істеп қалуым мүмкін, сондықтан жарайды, солай, короче, достар. Өшім, достар, ойбай, маска қалай көрініп тұр. Короче, достар, өшім, бүгінгі видеода көргендеріңізде біз осы жителдің үйі, короче, житель өз айтты маған арендасын азайту үшін үйін қысып тастаған ғой, достар, қараңыздар. Екі пошымен қысып жүрген сияқты болған, достар, езіліп қалған сияқты. Или сондай темірмен мыжған ба, бірдеңе қалған ғой түнде, достар. Бәсе бір шумдар, анаяқта неме бәле? Анау не, достар? Түсініксіз, короче, достар, ендігі видеода көретін боламыз. Қараңыздар, кәдімгідей. Жарайды, достар. Допустим, бүгінгі видеода көргендеріңіздей бұл үйді кеңейтіп, жительдердің заттарын сыйдырып берге болатын. Мен кәдімгідей күлкім келіп жатыр әлде бұны үйге, достар. Сондықтан ренжімеңіздер. Так, короче, сіздермен бірге болғанмен әдеттегідей Хондри арнаға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Короче, амандықта жүзгенше, давайте, достар. Давайте.